Мен бұрын 300-ді мен 2 ай жұмыс істеп табадым, осы 1 айдың ішінде мен 300-ді тапқан кезде өзіме таң қалдым, нағып мен 4 жылдан бері оқып жатырмын деп. Мен де Ұлпанғанымнан кешірім сұрағым келеді, осы 5 апта 6 апта бойы бізге үйретті, мен мән берген жоқпын да. 1 сағатта 60 мың теңге тауып алдым. 1 сағатта өзінің нәтижесін берді. Саламатсыздар ма? Менің есімім Маржан, жасым 22-де, 4-ші курс студентімін. Шынымды айтсам, мен студенттерге скидка бар екенін білген жоқпын. Осы 10-ші күні осы жерге тренингқа келдім да. Мен қатысам деп, ол күн 1000 теңге тастап 103 мың мен оқыдым. Тимур мырзаға жаздым. Тимур мырза осы бітірейін деп жатқан, ол 1-2 күндікте ғана жазып жібердім. Сөйтсем студенттерге скидка бар екен, маған айтпағансыз, айтқан жоқсыз ғой дейді. Бірақ мен оны 2 есе емес, егер студенттерге жартысы болғанда 50 мың соны 4 есе шығарып алдым. Қазіргі табысым 350 мыңға жетті нақты. Қазір қолымда 312 мың өзім алдым. 50 мың уже заказ бүгін кешке дейін түсу керек. Бұл жерде 60 күнге дейін қанша? 400-500-ге жеткізесіз бе? 60 күнге дейін 400 мыңға жетіп қалу керек. Заказдардың бәрі тұр. Егер бітсе, уже соларды бұйырса аламын. Таңдап алған салам маркетолог. Ол үшін мен Берік мырзаға, Заңғар мырзаға алғыс айтқым келеді. Мен баста көп сөйлемейтін, кейін кезде мен көп адам білетін шығар. Вообще адамдармен араласпайтын, өзімен өзім жүре беретін. Берік мырза білмейсің, сен осыны таңдайсың деді. Маркетолог шығады, сен енді Заңғар мырза екеуі таңдатты. Таңдап алдым. Қазір өкінбеймін. Тағы не алдың осы 50 күннің ішінде? Меңгеріп алған нәрсе, мен бірінші медитацияны алдым деп айтсам болады. Қазір шынымды айтсам, мен бұрын адам тыңдай алмайтын да, одан ашушаң болатын. Қазір сол медитацияның арқасында өзіме басқа адамдарға да көмегім тиіп жатыр да. Ең бастысы адамдар тыңдай алады. Сабырлық, жайлылық, бойыңда бір жасампаздық, жан үйіңде бір тыныштық пайда болды ма? Өзімен өзім бақытты болып жүремін, не екенін білмеймін, бірақ 4 қолым тең бақытты адам. Мен бұрын 300-ді мен 2 ай жұмыс істеп табадым, осы 1 айдың ішінде мен 300 мың тапқан кезде өзіме таң қалдым, нағып мен 4 жылдан бері оқып жатырмын деп. Мәселе тек ақшада емес, жан дүниеңде тыныштық болды. Адамды түсіндім да, уже өзім адамдарға көмектесу керек екенін түсіндім. Осы жерге келіп мен үшін ақша болған, шынымды айтсам. Құрметті көрермен, бұл видеоны көріп болған соң, Қазақстан сайттарының 90% түкке жарамайды атты видеоны көріңіз. Ол шығарылымда кәсіпті қалай жабай жүргізбеу керек екенін, сайттың маңыздылығы, колл-центрдің қажеттілігі жайлы айтатын боламын. Гүлшат жіберген қателіктерді қайталамау үшін бизнес талқыны көріп, өзіңіздің кәсібіңізді талқылап үйреніңіз. Видеоның сілтемесі төменде. Даже бұл жерге келгенде мақсатым ақша болып келген, бірақ қазір мен үшін ақшаның маңызды емес болып қалды, шын айтамын. Ақша өзінен өзі келеді екен. Өзінен өзі келеді екен, ең басты адамдарға көмектесу керек екен. Маркетолог деген сала ең негізі бұл сіз меңгеріп қана қоймайсыз, ол осыны түсінбейтін адамдарға үйрету екен. Мен жай ғана олардың Инстаграм жүргізбеймін, мен оларға барып обучение өткіземін. Соларды мен істеп жатқан жерден олар да білсін, өз істемесе де деймін да. Бұрынғы ана кетіп жатқан күш қуатың, сол біреумен ұрысуға, таласуға, қызғанышқа кетіп жатқан күш қуатыңның бәрі енді дамуға кетіп жатыр. Даже қазір WhatsApp-та мен туысқандарыммен, достарыммен сөйлеспеймін, бәрі маған өзінше болып кеткенсің деп айтып жатқан адамдар көп. Бірақ мен оларға уақытымды бөлгім келмейді. Мен себебі осы жоспар дегенге үйрендім. Шынымды айтсам, ағай, сол үшін сізге рахмет айтамын. Неге жоспар екен ең бастысы. Түнде отырамын, осыны істедім, осыны істемедім деймін да, сен неге осыны істемедің деп өзіме түнде ұрысып аламын бір. Сол таңертеңге жоспар қойып қоямын, таңертең тұрамын, күнім жоспармен өтеді да. Жоспарламайтын күнім болады, ол себебі жаңағыдай дайындыққа неге баратын кезде жоспарламаймын. Тамаша. Алған нәрсем өте көп. Бұл жерде ақша емес, ең басты орта тапқаныма, сізде адаммен білім алғаныма. 4-ші курстасың ғой? 4-ші курс бұйырса диплом аламын. 4 жылдық біліммен осы жағдай алған біліміңіз. Келмей қалды. Енді дипломды мен шынымды айтсам, ата-анам үшін оқып жатырмын, енді алып беруім керек дипломды. Енді тек оқуым ақшасын құюмен ғана жүрдім да, ол жақта мен 1-ші курста негізі қызыл диплом аламын деп өзім не қылдым да, бірақ көңілім толған жоқ олардың беріп жатқан білімнен менің. Салыстырайық, жаңа алған дипломың 100 килограмм деп есептейікші. Мына жерде алған білімің қанша килограмм болады? Салмақ жетпейді, 10 есе не шығар. Вообще әлі мен толықтай меңгерген жоқпын. Меңгерсем білмеймін не болатынымды. Жақсы, енді болашағың әлі алда, меңгересің. Бұйырса айына осы меңгеріп алсам, қазір меңгермегеннің өзіне айына мен 350 тапсам, меңгерген жағдайда мен айына 600-700 мыңдай табамын. Яғни миллион, 5 миллионға дейін табасың. Жоғарырақ қою керек планка. Ең бастысы тоқтамау керек екенін түсіндім. Рух екен ең бастысы. Даму жолына, бақыт бол жолына түсе алдың да? Рух болса адам бәрін істейді екен. Керемет. Мен осы жерде Ұлпан ханымға алғыс айтқым келеді. Шынымды айтсам, оферді мен 5 апта бойы ондай қатты мән берген жоқпын да. Былай жүретін, крадик художник сияқты ұрлап алатын да. Бірақ сөйтіп бір күн отыр, маған меңгертті ғой, осы неде болса үйреніп алайыншы деп. Оферді бір күнді арнап, соны офер жаздым, сөйтіп офердің ішінде бір күннің ішінде 1 сағатта 60 мың теңге тауып алдым. Шынымды айтсам, осы жерде берген білімдерді қазір болмаса да кейін бір саралап көріңіздер, қазір жазып жүрсіздер ғой. Кейін бір үйлеріңізге барған кезде 1 сағат уақыттарыңызды бөліп, не үшін беріп жатыр осыны, соны толықтай зерттеп көріңіздер, сол кезде көмек тиеді. Мен де Ұлпанғанымнан кешірім сұрағым келеді, осы 5 апта 6 апта бойы бізге үйретті, мен мән берген жоқпын да. Крадик художник сияқты боламын деп, бірақ бір күннің ішінде меңгергем, шынымды айтсам, 1 сағатта өзінің нәтижесін берді. Қандай құдірет екенін түсіндің ғой енді.